Қазақстан Республикасының Азаматтық кодексінің 1081 бабына сәйкес қайтыс болған адамның банк алдында берешек қарызы болған жағдайда мұрагерлер мұраны қабылдап болған соң алдындағы төлемді мұрагерлер төлейді. Ал егер қайтыс болған адамның атында ешқандай жылжитын, жылжымайтын мүлік болмаса және банкпен қайтыс болған адамның алдындағы келісім шартта несиені сақтандыру бойынша тармақтар қарастырылса, демек несиені сақтандыру компаниялары жабуы тиіс. Бір ерекше атап өтерлігі негізгі несиенің кепілмен және кепілсіз деген түрлері бар. Банктен кепілсіз несие алған адамның зейнетақы қоры жеткілікті болса, онда несие кейбір банктерде сақтандырылмайды. Керісінше, зейнетақы қоры жеткіліксіз болған жағдайда сақтандыру міндетті түрде жүргізіледі.